Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Данияр Сұлтанов. Бүгінгі видеода 24 сағат ішінде жаңа көлік алу керек болады. Мен білмеймін, алдағы уақытта қандай көлік аламын, бола ма, болмай ма. Кейбір кездері бір күн емес 7 күн, 10 күн бойы көлік алмаған кездер болған. Бізбен бірге болыңыздар, алда қызық болады. Тамашалаңыздар. Достар, үшінші рет жаңа шанақта. Егесіне де хабарласқым келіп тұрған жоқ, шақырдым да келіп тұрған жоқ, оны әурелегім келіп тұрған жоқ. Мен өзім әуре болып қалдым ба деп ойлап тұрмын. Мынаны қараңыздар. Мынау хоппа, мынау көлік қандай көлік? Мынау менің алдындағы сатқан Короллам. 2014 жыл емес, 13 жыл ғой, 14 жылы жазып қойған 5.400.000. Мына жерде қандай өзгеріс байқадыңыздар? Мына жерде 50 ма 55-тің титановый құйылмалы дискі салып қойған. Мен енді қанша машина алып сатсам да менен алып сатады деп ойлаған жоқпын. Шыны керек, жарайды, жасасын, сатсын, пайдасын көрсін. Ода тұрған ештеңе жоқ. Осындай қызықтар болып тұрады арасында. Достар, соңғы уақытта маған көп адамдар жазып отыр, неге үнемі Королла аласың, басқа да көліктер алып көрсейші деп. Соған қарағанда мен де басқа көліктерді алып қарасам ба деген ой кетіп жатыр. Осы кеше түнде отырып, бүгін азанда отырып, осындай көліктердің тізімін жасап қойдым. Королладан басқа да мына жерде Kia Ceed тұр, Toyota RAV4 тұр, Kia Cerato, Yaris бар, Nissan Juke бар. Осындай түгел көліктерді болады ау, алуға болады ау деген сияқты көлік қой. Енді бұл барып көру керек, саудаласу керек, болмай қалуы мүмкін, сатылып кеткені қаншама бар арасында. Сол себепті қазір жаңа көліктерді іздеуге барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Маған да қызық болыпты. 24 сағаттың ішінде көлік аламыз ба, алмаймыз ба, оны видеоның соңында көре аласыздар. Қазір Талдықорғанға шығып бара жатырмыз. Екі нұсқа шықты. Бір Kia Cerato 2014 жылға ақ түсті, бір қара түсті Hyundai Elantra. Біз Талдықорғанға келдім. Азия деген кафе. Осы жерге кел деген жаңа Ceratоның егесі. Мына жерде Cerato тұр екен. Ақ түсті. Бірден ойынды айтатын болсам, мына жерде уже пародта ударлар болған екен. Ай, қалай бояған мынаны? Аударылған ба не? Енді зазорлар келмейді, күліп кеткен ойшы. Өте нашар болған, кеше ғана шығарған. Мына жағында несі жоқ. Мына жағында болатын еді бір қара. В общем, состояниесі өте нашар. Астында порог. Мына жағында ё-моё, шпатлёк бәрі. Зимний дөңгелек тұр. Астын бәрін бұра бояп тастаған. Аққа. Кеше ғана шығарған ана краска. Айтарға сөзім жоқ. Бұндай көлікті алғанша алмай қойған жақсы деп ойлаймын. Себебі басыңа проблема ертең. Шыны керек, егесіне де хабарласқым келіп тұрған жоқ, шақырдым да келіп тұрған жоқ, оны әурелегім келіп тұрған жоқ. Мен өзім әуре болып қалдым ба деп ойлап тұрмын. Жаңа телефонмен айтқан кезде бәрі күшті, бәрі жақсы жасалған, ешқандай удар болмаған деп айтқан. Осылай короче. Ағайындар, тағы да бір машинаны көруге келдік. Бұл жолы сол әдеттегі үйреншікті Toyota Corolla жаңа кузовты. 2014 жылы екен. 5.200.000 сұрап тұр. Қазір көреміз, ақ түсті.
осындай кішігірім царапиналар бар. Бампері кішігірім ұрлан сияқты. Дисктері родной өзінің шынында. Екі есігін біреуі боялған. Екі түрлі болып тұр. Бұл жерінде де кішігірім сырық болған. Алдыңғы бампер. Бұл жерде. Что-то цветтері әртүрлі болып тұр. Алдыңғы бамперінде мынандай трещина. Көліктің егесінің айтуынша оң жағын сырған полностью. Мына жерде шпатлевканың еш жатыр, жарылған. Мына жерде көрдіңіз, сәл-сәл шіріген сияқты ба. Мынаған кішкене вложение салу керек. Дуракам. Неде дуракам? 43. Лобовой өзіңкі емес. Көлікті көрдік, барлығы айналма боялған, шпатлевка көп. Егес айтады, 4-9-ға берілмейді. Мен айтым 4,5-ға бер деп. Сонымен ойланам деп қалды. Көреміз енді, бұйырғаны болады. Барлығы былай айтқанда тек қана капоты мен үстіңгі крышасы ғана краслетілмеген, қалған полный айналып краслетілген. Сол себепті бұл қатты жақсы бағаға өтеді деп те ойламаймын. Енді арзан алсаң әрине өтеді ғой. Бірақ 4-9-ға татымайды. Ары қарай іздейміз, көреміз. Тағы да бір ақ Королланы көруге келдім. 2015 жылға 5 миллион 700 сұрап тұр. Енді жақын болғаннан кейін осы жерге кіріп соға салдым. Көреміз. Әрине бағасы арзан емес. Осы айтқан кезде қызық үшін может келісіп қалармыз. Көрейік. 921. Бұл емес екен ғой. Бұл емес. Мынау. Жоқ, бұл да емес. 921. Міне. 921. Көлік. Алдынан кішігірім удар болған сияқты. Капоттар топас кетті. Енді бағанағы 2014 жылға қарағанда кішкене более-менее тәуірлеу. Бірақ бұның бағасы да мына жерде өзінің несі бар екен, оны алып салған походу. Достар, 3-ші рет жаңа шанақтағы осындай Toyota Corollаны алдым. Мына жерде тұр. 5 миллион 700 деп 2015 жылға ақ түсті. Сонымен бағасы келісіп, сауырласып 5 миллион теңге алдым. Енді білмеймін қаншаға сататынымды. Жалпы өзіме көңіліме жақты. Көреміз ары қарай не болатын. 5 миллион аз ақша емес, арзан қалып отқан жоқпын. Алда уақыт көрсетеді. Қазір апасының үйіне келдік. Қысық дөңгелегін аламыз. Ішінде чехолдары бар екен, соны аламыз. Сосын барып соңға барамыз. Машинаны өзім адыма қоям. Сосын алда не болатын кейінірек көресіз. Осымен достар, 4-ші Королла биылдыққа, осы шанақтағы 3-ші Королла. Әппақ аққудай болған жапондықтардың көлігін тағдалдық. 2015 жылға пробегі 107 мың. Мен шыны керек бұл көлікті алам деп ойлаған жоқпын. Өйткені жарнамада 5 миллион 720 мың деп қойған. Енді қазір бағасын 5 миллион қалдым ғой бұл көлікті. Сол себепті осындай ішкі жағдайы жақсы. Осындай DVD бар, артқы камерасы бар. Салонна толық химчистка жасаған екен. Так, чехолдары, камера бәрі анау. Артқы
Мұнда да камера, өзімізбен бірге тасып жүреміз. Жалпы жағдай жақсы. 2015 жылғы. Енді көреміз, шыны керек бұның үстінен пайда бола ма болмай ма, алдағы уақытта көреміз. Жалпы маған ұнағаны бұл боялмаған, өзінің родной краскасында дейді ғой. Бәрін тексеріп қарадым. Тек қана алдыңғы бамперінен кішігірім удар болған, алдыңғы бампер боялған. Ал былай жалпы машина жақсы жағдайда. Бүгін ғана осы қалдық тексеретін осындай құрылғы қолыма түсті. Өте сапалы, германиялық, бағасы 50 000 теңге тұрады екен. Еті 444 құралы. Қазір мен көлігіме кішкене тексеру жүргізіп көрейін. Өзінің родной краскасында ғой мына. Түк 122, 128, жалпы айттым ғой өзінің родной краскасында 108. Осындай тексеріп қарай берсеңіздер болады. Сол көліктің ішкі құрылғысында мұны осы пароктарын тексеріп алсаңыздар да жақсы. Мына пароктарына қарасаңыздар 100-ден асып болу керек негізі. Жетпей жатыр. 200 емес, осы дұрыстамадым ғой. Мына жерде 200 көрсетіп кетті ғой жаңа. Бәсе, дұрыстамаған екен. Жалпы солай достар, көлік аларда осындай қалыңдық тексеретін құрылғылармен тексеріп алсаңыз, машинаның ұрылған, ұрылмағанын, соғылған, боялмағанын бәрінің білесіз. Сол себепті сіздерге кеңес берем. Достар, тай-тай басқан арнамды қолдап, өз пікірлеріңізді жазып, лайк басқандарыңызға көптен көп рахмет. Ол мені шабыттандырады. Әлі талғай алдыда керемет лайфстайлдар болады, керемет контенттер болады. Қазақша контенттер жасасын, қазақ тілі дамысын. Әрбір қазақ бірімізді дос көрмесек, істің бәрі бос. Ассаламағалейкум достар. Достар, қалайсыздар? Үйренген жау атыспаққа жақсы, үйренген көлік сатқанға жақсы.